Саламатсыздар ма, студенттер? Біздің негізгі бүгінгі өтетін сабағымыз тақырыбы, өздеріңіз тақтада көріп тұрғандарыңыздай, қабырға және каркас элементтері интерьер. Кім айтады? Жалпы интерьер дегеніміз не? Интерьер дегеніміз, Дәулет? Бөлменің немесе ғимараттың ішкі көрінісін айтамыз. Жалпы ішкі ғимараттың бөлменің ішкі көрінісі, жақсы отыра. Міне, алдарыңызда көрініп тұр. Жалпы интерьер деген термин француз тілінен шыққан екен. Солай ма? Міне, алдарыңызда ішкі деген мағынаны береді. Яғни кез келген ғимараттың бөлменің жалпы ішкі көрінісі. Бұл интерьер бейнелеу өнерінің бір жанры болып табылады. Бейнелеу өнерінің қандай жанрларын білесіздер, тағы да басқа? Жанрлары бейнелеу анималистік жанр, натюрморт, портрет, пейзаж, көптеген сондай жанр. Жақсы отыр. Интерьер жанрын суретшілер өздерінің шығармаларында көптеп қолданған. Суретшілердің шығармаларына назар аударып қарайтын болсақ, біздер бейнелеу өнерінің тарихына өтіп бастар. Онда біздер сол кезеңдегі, дәуірдегі, қоғамдағы жалпы тұрмыс тіршілікті біз көре аламыз. Міне, мынау кімнің шығармасы екен? Орыстың белгілі суретшісі Репиннің «Күтпеп елік» деген шығармасы. Қараңыздар, мұнда адамдармен қатар біз нені көріп тұрмыз жалпы? Көрініс қайда бейнеленген? Бөлменің ішінде. Көріп отырсыздар, Мына жаңа айтып кеткеніміздей, мына жиһаздар, бөлме, оның жаңадай тақырыпқа сәйкес айтатын болсақ, қабырға каркас элементтерінің қандай стильде болғанын, немесе жаңағыдай суреттердің қабырғада қандай деңгейде отырғанын біз көріп, сол кездегі стильді біз көре аламыз. Қазіргі заманғы стильден айырмашылығы бар ма? Бар. Кімнің суреті шығармасы? Белгілі өзіміздің қазақтың Қастеев. Әбілхан Қастеевтің шығармасы екен. Бұл киіз үйдің ішкі көрінісі. Көріп отырсыздар. Жаңағы стандартты бөлменің тұрғын үйдің ішіне көрінісіне айырмашылығы бар ма? Бар. Көріп отырсыздар, киіз үйдің ішкі көрінісінде жаңағы ішкі көрініс түзу сызықтар емес, киіз үйдің өзінің құрылысына сәйкес шеңбер түрінде көрсетілген, Мұны онда біздер көреміз. Сонымен қатар, мына жерде ішкі көріністен сол кезеңдегі біздің ұлттық жиһаздарымыз, тұрмыстық заттарды біз көріп, оған көз жеткіземіз. Солай ма? Енді міне бұл өздеріңіз күнделікті оқып жатырған өзіміздің Жақанша Досмұхамедов атындағы педагогика колледжіндегі ғимараттың ішкі көрінісі күнделікті өзіміз оқып жүріп жүрген. Міне бұл өзіміздің жаңағыдай қазіргі таңдағы колледждің ішкі көрінісі, оның стильдік ерекшелігі, солай ма? Енді интерьерді бейнелеген кезде біз белгілі бір заңдылықтарға сүйенеміз. Мына жерден көріп отырғандай, бейнелеу өнерінің, интерьер жанрының бейнелеу барысында негізінен қандай заңдылықты қолданады екенбіз? Перспектива заңдылығы. Орнынан тұрып айтуға? Перспектива заңдылығы. Оның ішінде бұрыштық, сызықтық перспектива. Сызықтық перспектива. Міне қараңыздар. Интерьерді бейнелеу екі түрлі жағдайда жүргізіледі. Осыны есте ұстаңыздар. Екі түрлі жағдайда. Бірінші қарама-қарсы перспективада, екіншісі бұрыштық перспективада. Енді мына сұраққа жауап беріңіздер. Қарама-қарсы перспективада неше қабырға бейнеленеді екен? Үш қабырға. Үш қабырға. Қандай қабырғалар? Алдыңғы қарама-қарсы қабырға және екі жағында. Екі жағында. Өйткені міне атынан көрініп тұр, қарама-қарсы біз қарайтын болсақ, бөлменің ішінде ортасынан тұрып қарама-қарсы тұрып бейнелейтін болсақ, онда алдыңғы қарсы қабырға, және оң жақтағы, сол жақтағы қабырға, үш қабырға бейнеленеді екен. Жақсы отырған. Ал енді осы қарама-қарсы перспективада интерьерді бейнелеу кезінде сызықтық перспектива заңдылығына сәйкес неше түйісу нүктесі болады? Екі түйісу нүктесі болады екен, екі жағында. Ол жаңағыдай көру деңгейіне байланысты екен. Жақсы отырған. Екінші бұрыштық перспектива. Ал бұрыштық перспективада неше қабырға көрінеді? Оң жақ және сол жақ.
екі қабырға көрінеді. Қандай перспектива бейнеленген, көрсетілген интерьер? Қарама қарсы перспектива. Міне жаңа айтып өткендей, бір қабырға қарама қарсы, сол жақта бір қабырға және оң жақта бір қабырға бейнеленген екен. Енді қараңыздар, міне жаңа айтып кеттік. Бұл жерде қандай заңды қолданамыз дедік? Сызықтық перспектива, иә? Маған кім айтады? Сызықтық перспектива дегеніміз қандай заңдық ережесі? Бейне алыстаған сайын не істейді? Кішірейеді, және көкжиегіне жақындайды. көкжиегіне жақындайды. Ал параллель сызықтар қалай болады? Иә? Параллель сызықтар не істейді? Бір нүктеде түйіседі. Ненің бойында? Көкжиегінің бойында екен. Енді осы қазір бізде сызып көрсетейін. Жаңа бір барлығымызда назар аударайық. Қараңыздар. Бірінші сызықты мына қараңыздар, бұл жерде көптеген параллель сызықтар көрсетілген. Мына төбе жабындыларының параллель сызықтары, қабырғалардағы параллель сызықтар бары да көрсетілген, иә? Содан сызықтар жүргізіп көрсететін болсақ, төмен қарай жүргіземіз. Сонда мына сызықтар не істейді? Бір нүктеде, мына бір нүктеде түйіседі. Қараңыздар. Сонымен қатар төмендегі сызықтар да сол мына. Барлық. Яғни бұдан шығатын қорытынды қандай? Бұдан шығатын қорытынды қандай? Қарама қарсы перспективада. Перспективадан да бойынша. Иә, айым. Барлық сызықтар алыстаған сайын бір нүктеде түйіседі. Иә, алыстаған сайын біріне жақындайды да, көкжиек сызығының бойында бір нүктеде барлығында қиылысады екен. Ал енді осы түйісу нүктесі, яғни ненің бойында орналасады? Көкжиек сызығының бойында орналасады екен. Көкжиек сызығының бойында. Қараңыздар. Ал енді көкжиек сызығының бойы неге байланысты анықталады? Көз деңгейіне байланысты. Адамның көз деңгейі бойынша анықталады. Яғни міне қараңыздар, міне көкжиек сызығы дегеніміз ол адамның көз деңгейінің бойы екен. Ал енді жаңа параллель сызықтардың барлығы да қарама қарсы перспективада, параллель сызықтың барлығы бір нүктеде көкжиек сызығының бойында түйіседі. Түсінікті ғой? Енді осыған назар аударайық, қараңыздар. Параллель сызықтарды барлығын ары қарай созып жүргізетін болсақ, міне қараңыздар. Ары қарай барған сайын не істейді екен? Иә, не істейді ары қарай барған сайын? Бір-біріне жақындайды да, мына ары қарай созыла береді, ары қарай соза береді, ары қарай кете береді. Екінші жағын созып көрейік бұны. Параллель сызықтар. Осылай барлығында жүргізіп шығатын болсақ, барлығы оң жақта бір нүктеде, оң жаққа кететін сызықтар, сол жақтағы нүктеде барлығы бір нүктеде түйіседі. Яғни бұның барлығы да ненің бойында орналасады? Мына көкжиек сызығының бойында орналасады екен. Яғни мына көкжиек сызығының бойы ол көз деңгейінің бойы болып есептеледі. Түсінікті ғой? Бұл яғни мына интерьерді сызықтық перспектива заңдылығы бойынша бейнелеу ережелері. Сіздер тапсырма орындайсыңдар. Мен сіздерге екі топқа екі түрлі тапсырма беремін. Компьютерде берілген бөлшектерді қолдана отырып интерьер бейнесін құрастыру. Мына жерде жаңа айтып өткендей, мынадай бейнелер берілген. Актив сөз бағдарламасында. Яғни мына есік, орындықтар,
жиһаз, терезе, соның барлығын жаңағы мына қарама қарсы перспектива сызып қойылған, соның ішіне орналастырасыңдар. Екінші топқа тапсырма. Өтірді актив студия бағдарламасында сызықтар арқылы бұрыштық перспективада интерьер бейнесін орындау. Осы үш сызықты пайдалана отырып, қандай перспективада? Бұрыштық перспективада интерьер бейнелейсіңіздер. Бірінші тапсырмаға қойылатын талаптар. Оқыш. Интерьерді қарама-қарсы перспективада бейнелеу. Міне, бірінші сіздерде қарама-қарсы перспектива бейнелейсіздер. Солай ма? Екінші тапсырмаға қойылатын талаптар. Интерьерді бұрыштық перспективада бейнелеу. Бірінші талап, яғни бірінші топта қарама-қарсы перспектива бейнелейтін болса, сіздер бұрыштық перспектива бейнелейсіңіздер. Айтылған актив студия бағдарламасының өзіндік ережесіне сәйкес бейнелерді дұрыс өзгертіңіздер, кішірейтіңіздер, үлкейтіңіздер, көбейтіңіздер. Сол барлығын дұрыс қолданыңыздар. Сіздер сызу барысында сызықтарды дұрыс қолданыңыздар. Өшіргіш арқылы кетіреміз. Солай ма? Түйісім нүктесіне қабырғаның. Оны ұқыпты кетіреміз, өйткені кейбір қажетті сызықтар кетіп болмау керек. Міндетті түрде. Кетіп қалған жағдайда қайтадан орнына сыза отырып, бұны сызықтарын өзгертуімізге болады. Сөздеріңізді жаза отырып сақтаймыз. Енді бүгінгі сабақты қорытындылауға көшейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не болды сонымен? Бүгінгі сабақ интерьер жолы. Қабырға және каркас элементтері интерьер. Яғни бүгінгі сабақта сіздер интерьер жанры, сонымен қатар интерьерді бейнелеу ережелері, оны біздер қалай бейнелейміз сол жөнінде түсінік алып, жұмыс орындадыңыздар. Енді маған мынандай сұрақ, кім жауап береді? Осы интерьерді бейнелеу барысында мына компьютердің мүмкіндігін пайдаланудың қандай маңызы болды? Кім айтады? Айбол. Осы компьютермен орындаудың қағазға қолмен орындауға қарағанда қандай ерекшелігі, маңыздылығы бар? Жалпы жерде қағазға қарағанда уақыт жағынан кішкене көп болады, себебі біз интерьер жолы жалпы жаңа сурет жасаған кезде дайын суреттерді пайдаланып отырмыз, және перспективадан сай өзгертіп отырмыз. Мысалы сурет қағазға бейнелейтін болсақ, біз оны керек жерден кетіріп, жұмыс жасағым бар еді. Ал компьютер болғандықтан бұл жерде элементтерді кез келген бағытта және кез келген жағдайда үлкейтіп кішірейтуге болады. Жақсы. Енді мына тақырыпқа сәйкес интерьерді бейнелеу қандай заңдылыққа сәйкес және қандай түрмен бейнеленеді? Неше түрі, қандай түрде бейнеленеді? Интерьер бейнелеудің қандай ережелері бар? Қандай перспективада бейнелейміз? Заманбек. Бірінші тапсырма қандай интерьерді бейнеледі? Қарама-қарсы перспективада сіздер бұрыштық перспектива. Яғни сонда интерьер бейнелеудің неше ережесі бар екен? Екі түрлі ережесі бар. Қарама-қарсы перспективада және бұрыштық перспективада. Жақсы отырамыз. Енді осы интерьер бейнелеу барысында қабырға және каркас қандай элементтері бар? Қабырға каркас және олар терезе, есік, ішіне ілетін заттар, картина, көптеген жиһаздар. Осыларды сіздер орналастыра отырып, компьютерда жаңа бұйымдарыңызды, бейнелеріңізді
орындадыңдар. Жақсы. Енді мына жерде тақтаға мен екі топтан бір жұмысты барыңызға көрсету үшін үлгі ретінде шығарып қойдым. Айбол, келе баш кел. Өзім жұмысымды мына жерден қалай орындадым? Мына жерден төмен түсіп қараңыз, иә? Менің жұмысым ерекше, жаңа сіз Нұрғали Меңеш айтып кеткендей, кітапханадан бірнеше элементтерді қостым, яғни бұл жерде перспективаға сәйкес орындықтың үстінде гитараны, жалпы қарапайым бөлменің ішін бейнелеуге тырыстым, және де бұл жерде бірнеше бөлменің ішіндегі өсімдіктерді интерьерге сәйкес орналастыруға тырыстым. Және де кілемше, жаңағы кішкене перспективаға сәйкес кілемшеде орналастыру түрегім, және де терезелер. Енді қараңыздар балалар, мына орындалған жұмыс жаңа заңдылықтарға сәйкес орындалған ба? Иә. Яғни барлық бейнелер жаңа интерьерді бейнелеуде қолданылатын сызықтық перспектива заңдылығына сәйкес үлкейтіле отырып, кішірейтіле отырып, дұрыс орналастырып бейнеленген. Солай ма? Жақсы, рахмет, отыра. Келесі жұмыс екінші топтан Дәулеттің жұмысының кел Дәулет. Бұл жерде сен не бейнеледің және қалай бейнеледің? Соны айтып жатсаң, қысқаша түрде. Мен бұл жерде бағана талаптарда көрсетілгендей бұрыштық перспективаны орындадым. Және де каркас элементтерін, яғни есік, терезе, және де жиһаз орналастырдым, яғни шкаф орналастырдым. Бұл жерде бірінші бұрышты сызып алдым, одан кейін көкжиек сызығы болды, оны көмекші сызығы ретінде қолдандым. Және де екі нүктені белгіледім көкжиек сызығында. Соны пайдалана отырып, сол жақтағы нүктені пайдалана отырып, терезеге және де мына шкафтарға сызықтар жүргіздім, көлденең сызықтар. Соларды пайдалана отырып, терезе мен шкафты сыздым. Және де оң жақтан да көкжиек сызығының бойына нүкте белгілеп, сол арқылы есікті таптым. Есікке көлбеу сызықтар жүргізе отырып, есікті бейнеледім. Міне қараңыздар, яғни екінші топта бір үлгі жұмыс, Дәулеттің жұмысы. Бұнда сіздер бірінші топтағы жұмысқа ерекшелігі, бұнда сіз өздерін сыза отырып бейнеледіңдер, яғни перспектива заңдылығына сәйкес. Жаңағы сабақтың басында тапсырма берілген кезде қойылатын талаптарға сәйкес келе ме? Келеді, бұрыштық перспективада орындалған каркас элементтер бар, одан кейін ішінде жиһаз бар, және сонымен қатар перспектива заңдылығын қолданған. Солай ма? Жақсы, отырамын, рахмет. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта өткен материалға сәйкес өздеріңіз интерьерді бейнелеу жөнінде ережелер түсіндіңіздер ме? Яғни, мына бірінші ерекшелік компьютерді орындау барысында біздің уақытымыз үнемделеді, солай ма? Уақыт үнемделеді. Содан кейін оны тез өзгертуге мүмкіндік бар, солай ма? Сондықтан да компьютерде орындаудың интерьер болсын, эскиз болсын, қандай да болмасын бейнелерді өзіндік маңыздылығы жоғары екен. Сондықтан да сіздер алдағы уақыттарда осындай бейнелер салу барысында компьютердің мүмкіндігін тиімді қолдана отырып, өздерінің жұмыстарыңызда пайдалану керексіңіздер. Сонымен жақсы, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.